Сәлеметсіңдер ме, балалар? Мы сейчас повторим пройденную тему. На том уроке мы с вами проходили и жануарлары, домашние животные. И жануарлары, домашние животные. И жануарлары, жанды, табиғат. Домашние животные, живая природа. Әлібектің атасы ауылда тұрады. Дедушка Алибека живет, тұрады, в деревне, ауылда. Атасының қорасы бар. У дедушки есть сарай, қора, сарай. Қорада жылқы, түйе, сиыр, қой, ешкі бар. В сарае есть лошадь, верблюд, корова, баран, коза. Сабақтың тақырыбы, тема нашего урока. Бұл малдың төлі. Мал – животные, домашние животные. Төлі – детеныш. Это детеныш домашних животных. Домашнего животного. Жаңа сөздер, новые слова. Малдың төлі – детеныши домашних животных. Малдың төлі. Мал – домашнее животное. Малдың төлі – детеныши домашних животных. Құлын – жеребенок. Құлын – жеребенок. Бота – верблюжонок. Бота – верблюжонок. Бұзау – теленок. Бұзау – теленок. Қозы – ягненок. Қозы – ягненок. Лақ – козленок. Лақ – козленок. Малдың төлі – детеныши домашних животных. Мал – домашние животные. Төлі – детеныши. Оқы, қайтала. Прочитай, повторяй. Құлын – жеребенок. Бота – верблюжонок. Қозы – ягненок. Бұзау – теленок. Лақ – козленок. Бұл ненің төлі? Это детеныш кого? Вы знаете, что животным, птицам задается вопрос «что» тоже, да? И предметом «что». В казахском языке только людям задают вопрос «кім», «кто». А здесь бұл ненің төлі? Қойдың қозысы. Ягненок барана. Ешкінің лағы. Козленок козы. Жылқының құлыны. Жеребенок лошади. Түйенің ботасы. Верблюжонок верблюда. Сиырдың бұзауы. Теленок коровы. Бұл ненің төлі? Бұл сиырдың төлі. Бұл ненің төлі? Бұл қойдың төлі. Бұл ненің төлі? Бұл жылқының төлі. Бұл ненің төлі? Бұл түйенің төлі. Давайте мы еще раз повторим детенышей, да, название детенышей. Бұзау, қозы, құлын, бота.